Нақты ғылым ретінде регрессология деген жоқ. Өткен өмірде кім болған екенсіз? Қарапайым шаруа болдым, егін егетін, патша да болдым. Көріпкелдер неге бингодан ақша ұтпайды? Олардың көретіні басқаша. Жер планетасы жанның тәжірибеден өтуге арналған сондай бір қолайлы планета еді. Жер өркениеті, басқа өркениеттер қалай жаратылғанын оған әлі терең зерттеген жоқпын. Қазір өзіңіз мойындап тұрсыз, зерттеген жоқпын деп жатырсыз. Бірақ адамдарға тренинг өткізесіз. Демек ол адамдарда толық білімді болып шықпай жатыр деген сөз. 2100 жылы регрессология психологиямен сәйкес тепе-тең күйінде болады деп айта аламын. Адамның жаны басқа денеге өтеді. Оларда транс күйіне түсіріп, түрлі мәселелерін шешуге болады. Бұл соңғы уақыттарда көп қолданылып жүрген регрессология деген ілім. Портал, түрлі каналдар. Мұның барлығы сандырақ па, жоқ әлде шындық па? Бүгін осы жайлы сөйлесетін боламыз. Армысыздар, құрметті көрермен. Бұл Бізжан Басақ және студиямыздың бүгінгі қонағы регрессолог маман Нұрлыбек Төлепов. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Нұрлыбек мырза, жалпы бірінші әңгімемізге көшпес бұрын біздің айдарымыз бар. Ақылға қонымсыз сұрақтар деген айдар. Мен 10 шақты сұрақты жылдам қоям. Сіз мейлінше ойланбастан тезірек жауап беруге тырысатын боласыз. Жақсы ма? Келістік, онда бастайық. Метро қазған кезде топырағы қайда кетеді? Құрылысқа пайдаланатын шығар. Жақсы. Неліктен көзді ашып түшкіру мүмкін емес? Енді ол медицина саласынан толық оны айта алмаймын. Жақсы. Шашы жоқ адам басын немен тарайды? Алақанмен. Жақсы. Жердің 70%-ын су алып жатса, неге планетаны жер деп атаймыз? Өйткені су жердің бетінде, ал жалпы құрылымы жер ғой. Жақсы. Ақыл қай жерде орналасқан? Ақыл ол мида да болуы мүмкін, жүректе де болуы мүмкін. Жақсы. Бана неге қисық? Айта алмадым. Уақыт неліктен тез өтеді? Бұрын жай өтеді, қазір тез өтеді. Өйткені уақыт ағымда өзгеріп жатыр, заманда өзгеріп жатыр. Жақсы. Көріпкелдер неге бингодан ақша ұтпайды? Олардың көретіні басқа шығар. Болмаса бинго уақыт жоқ дейсіз ғой. Жақсы, олай болса біз енді тікелей тақырыпқа көшейік аға. Жалпы регрессология деген жалпы сондай ілім бар екендігін, ол туралы біраз мәселелерді шешуге болатындығы туралы енді ғана естіп жатырмыз. Жалпы регрессология деген не? Ол қалай болды, қалай пайда болды және оны кім ойлап тапты, сол жайында айтып кетсеңіз. Бұны ең алғашқы 1890 жылдары француз дәрігер енгізді. Ол психиатр дәрігер өз науқасына осындай әдісті қолданып көріп, бір сұрақтарына жауап алды. Кейін оны гипнотерапияда кең қолдана бастады. Ол жастық регрессия деп аталады, возрастная регрессия. Бұл регрессияны кейін басқа дәрігерлер де қолданып, оны дамытып, одан кейін американдық гипнотерапевт Майкл Ньютон 1980-90 жылдары зерттеп, өз науқастарына осы әдіспен тексеру жүргізген кезде. Ол қандай әдіс сонда? Қалай жүргізеді? Регрессия құралы, яғни транс күйіне енгізген кезде сұрақтарды қою арқылы бұл қашан пайда болды, қалай пайда болды деген кезде адамның түп санасы сол проблеманың пайда болған кезіне алып барып жүрді. Әрине, Майкл Ньютон бұны зерттеген кезде адамдарды бір түсініксіз бір бейнелер келе бастады, өйткені бұның өмірінде жоқ. Жүздеген клиенттерден өткізгеннен кейін бұның әр адамның өткен өмірі деген сондай түсінік пайда болды. Бұл оны одан сайын терең зерттеп, жазбаларын жазып, өзінің кітабын шығарды. Жақсы, түсінікті. Енді қараңызшы, өткен өмір деп біз тек осы өмірдегі балалық шақты айтамыз ба, әлде мүлдем басқа әлемге де кетіп қаламыз ба? Бұл мүлдем басқа өткен өмір деген, яғни прошлой жизнь. Өзі аты айтып тұр, адам жаны бірнеше рет өмір сүреді, тәжірибе алу үшін. Міне қазір осы өмірге келіп тұрғаны өзінің осы өмірден бір алатын сабақтары бар. Регрессология деген ұғымды біз өзіміз енді кез келген қоғам мүшелерінен немесе әріптестерімізден де сұрайтын болсақ, осы соңғы бірнеше жылда ғана естіп жатырмыз да Қазақстанда. Демек, біздің елге енді келіп жатқан ілім ба бұл, әлде бұрыннан бар ма? Немесе соңғы уақытта біздің әріптесімізден болып жатқан іс-әрекеттердің барлығын енді бірден айта берейік. Жанат Бақыт немесе тағы да бірнеше адамның арқасында ғана біліп отырып қой, көбінесе негізі. Немесе солардың бір қандай әсері ғана болды ма? Бұл ілім негізі енді Америкада басталды ғой, 1990 жылдары кітап жазылғасын бірталай зерттелді. Ресейге бұл ілім 2010 жылдары келді, Қазақстанға 2020 жылдары келді деп айтсақ болады. Өйткені өзім 2020 жыл оқыдым. Регрессолог мамандарды іздегенде санаулы болды. Саусақпен санауға болатын еді. 1-2-3 маман. Өзім сондай іздеп көрдім. Яғни шетелде оқыдыңыздар? Мен Ресейде оқыдым. Курс бағасы қанша?
айта аласыз ба, ол жасырын емес шығар. Ол кезде Және қанша уақыт алады? Және мен мысалы үшін мен регрессолог маман болғым келсе, мен де барып оқысам регрессолог болып кете аламын ба? Ол өзіңіз ниетіңізге байланысты, сіз оны қажет етсеңіз болуға болады. Мен жалпы регрессолог мамандарды даярлаймын, бірақ тек регрессологты даярлау үшін емес. Менің курсым трансформациялық курс болып саналады, өйткені адам тазару керек. Бірінші регрессолог болу үшін өзінің қорқыныштарынан, реніштерінен құтылу керек. Сол кезде ол клиенттерді сондай таза күйге жеткізе алады. Өзім оқығанда мен 2 сат оқыдым, 2 курс оқыдым. Бірінші курс, екінші курс. Бірінші курс 3 ай болды, екінші курс 6 ай, мен сөйтіп 9 ай оқыдым. Ресейде онлайн, пандемия басталған кезде. Қателеспесем, сол кезде 400 мың, 500 мың болған шығар. Қазір енді сіздің курстарыңызды оқитын адамдарға қанша уақытта үйретесіз? Менде 2 сатысы бар, бірінші саты, екінші саты. Бірінші сатыда 4 апта, екінші саты 4 апта. Яғни 2 айда толық маман болып шығуға мүмкіндігі бар, иә? Сіз мәселені өткен өміріне алып барып, транскүйге енгізіп, шешеміз деп жатырсыз. Мәселелер міндетті түрде сол жақтан туындайды ма? Міндетті емес. Егер ол балалық шақта болса, сол балалық шақтағы ашылады. Тек дұрыс сұрақ қою керек. Ең алғашқы ситуация қашан болды? Сол кезде, егер балалық шақта болса, балалық шаққа апарады, өткен өмірден келе жатқан болса, өткен өмірге апарады. Жақсы, ол проблеманы шешуде регрессология қаншалықты ұтымды? Оны келген адамдардың кері байланысы жауап деп айта аламын, өйткені бірталай көптеген мамандардан жүріп сұрақтарымызға жауап таба алмай, осы регрессиядан таптық деп айтып жатады. Ол орыста термин бар ғой, орысша айтқанда самовнушение емес па? Жалпы сізде осындай проблема бар дегенге адам өзі іштей соған сеніп қалмай ма? Регрессолог негізі ондай нұсқаулық жасамайды. Міне мынандай проблемам бар, мынау сенің шешімің деп. Регрессолог маман сол адамның ішіндегін шығаруға тырысады, сұрақтар арқылы. Сөйтіп адам өзі тауып алады шешімін. Жақсы, ал енді жаңа транскүйге енгіземіз деп жатырсыз ғой, транскүйге қалай енгізесіздер? Транскүйге енгізудің өзінің техникасы бар. Денені босаңсыту арқылы, релаксация дейді оны. Біртіндеп образдарды көрсету арқылы адам тынышталады. Өйткені мына қазіргі өмірде әрине шу өте көп, информациялық шу өте көп. Сол себептен адам тыныштандыру керек, ойларын тоқтату керек. Адам өзіне көңіл аударған кезде ол біртіндеп транскүйіне ауыса бастайды. Қанша уақыт кетеді және ол транскүйінде қанша уақыт болады шамамен? Трансқа түсу уақыты әркімде әртүрлі. Егер санасы ашық, сондайға бейім адам болса, бұрын практикалар жасап жүрген болса, медитация, онда 5-10 минут жеткілікті. Кейбір адамдарға ұзақтау кетуі мүмкін, 15-20 минут. Транс күйіне ену. Транс кезінде бір проблеманы шешу үшін шамамен 1-2, көп дегенде 3 сағат алу мүмкін. Ченнелинг деген ағылшынша channel, канал деген сөз, яғни бір каналмен байланыс арқылы жоғарымен сөйтіп ақпараттар алады. Әртүрлі адамның өміріне байланысты, тәніне, ойына байланысты, немесе басқа адамдар, немесе басқа оқиғалар жөнінде ақпарат алуға болады. Жалпы қазір не болып жатыр, адам өмірінде не істеу керек деген сияқты бағдар алуға болады. Яғни ол каналдарға транскүйге түсу арқылы барады? Иә. Енді қараңызшы, ол жақсы канал деп айтып жатырмыз, портал деп айтып жатырмыз. Ол жақта бізге, сіздерге, жалпы регрессологтарға не болмаса, жаңа транскүйге түскен адамдарға кім ақпарат береді, кімдер олар жалпы? Жалпы рухани әлем бар, жұқа әлем, тонкий мир дейді. Ол жерде енді адам көзіне көрінбейтін, ұстаса білінбейтін тіршілік иелер болады. Ең бірінші рухани тәлімгер деп айтсам болады. Адам өлгенде жаны денесінен шығып, өз еліне қайтады. Адам қайтыс болды деп айтады ғой. Қайтты дейді, қайда қайтты, өз әлеміне қайтты, жан әлем бар. Сол жан әлемде өте көп жандар бар. Келесі өмірге келгенге дейін сол мекенде тіршілік етеді. Ол жандардың өзінің тәлімгері бар, рухани тәлімгер дейміз. Рухани тәлімгерде бірнеше жан болуы мүмкін, қарамағында 10, 20, 100 деген сияқты бағдар береді, өсуіне ықпал етеді, тәжірибе алуға көмектеседі. Яғни жанның дамуына себепші десек болады. Көп ақпаратты осы рухани тәлімгерден алуға болады. Жақсы, енді жан қайтыс болып жандар әлеміне баратын болса, келесі жанға не болмаса, келесі затқа оның жанының енуін қандай да бір несі бар ма, алгоритмі бар ма, қалай баратындығы туралы? Кім енгізеді оны? Тәлімгерлер барып, сен осыған енесің, адам боласың, не болмаса бір жануар боласың деп жаңа жібере сала ма, әлде қалай болады? Әр жан өзінің өмірін жоспарлайды, келесі өмірін жоспарлайды. Ол өзінің өтетін сабағына байланысты. Осы өмірде қандай сабақ алу керек? Мысалы, кешірімді болу, немесе бір саладан бір жетік маман болу, даму, белгілі бір қасиеттерін ашу деген сияқты бір тәжірибе алғысы келеді.
сөйтіп ол өз өмірін нақты жоспарлайды. Қандай адаммен кездесу керек, қандай адам бұған сабақ береді, сол сабақтан өту арқылы қалай шыңдалады. Соның барлығын егжей-тегжейлі түрде жоспарлайды. Жан өзі жоспарлайды. Әрине оған көмектесетін рухани тәлімгерлер бар, бағыттап тұрады, көрсетіп тұрады. Олар кімдер рухани тәлімгерлер? Олар даму деңгейі жоғары тіршілік иелері. Оларда жан ба бірақ? Иә. Жақсы түсінікті. Енді регрессология дінді мойындай ма? Шындап айтқанда регрессия мен діннің қатысы жоқ. Екеуі бір-біріне ұштаспайды да. Жан қалай пайда болады? Жақсы, жан өзінің қайда баратындығын жоспарлайды екен, бірақ ол бір жерден пайда болды ғой. Ол қайдан пайда болды? Бұл әрине өте терең сұрақ, түсінуге де қиын шығар. Мен десек, ол 12 деңгейден тұрады. Жан пайда болған кезде сол 12 деңгейліктің 7-ші деңгейінде келеді. Өмірге келген кезде адам денесіне ол 3-ші, 4-ші деңгейде келеді. Ол вибрациялық деңгейге жақсы түсінікті. Адам денесіне келуі не болмаса түрлі 12 процесс бар екендігін білем, сатысы бар екен. Бірақ ол сатыға дейін жан бір пайда болу керек қой бір жерден. Сол қайдан пайда болады? Абсолют деген ұғым болады, иә. Жалпы бір орталық жан болады, иә. Орталық жан ол өзі бөлінеді. 12-ке бөлінеді мысалы, иә. Оның бөлінген жандарды сөйтіп 12-ке бөлінеді, сөйтіп олар бөліне береді жан. Жалпы тарай береді? Тарай береді. Не үшін бөлінеді? Мына тәжірибені тез өту үшін. Жақсы түсінікті. Енді мынаған қайтадан оралсақ аға, бұл 1890 жылдары Америкада шықты дедіңіз. Яғни француз дәрігері. Француз дәрігері, жақсы. Бұған дейін жалпы адамзат пайда бола басталғалы бері түрлі наным, сенімдер болды, одан кейін діндер пайда бола бастап бертін келе. Осы дінге қарсы бір амал ойлап табудың әдісі ғана болды деп ойламайсыз ба? Жоқ, олай ойламаймын. Жалпы тек дінге қарсы деп. Қарсы емес, енді соған аналог ретінде бір ілім ойлап табу емес па деп отырмын. Қараңыз, бұрынғы орта ғасырларда дін басым болды. Көріпкел адамдарды, бір білімі сондай жоғарылаған адамдарды қудалап, қамап, өртеп жіберіп тұрды. Оны білеміз, средневековье дейді, ведьмаларды өртеді дейді. Ведьма деген не сөз? Ведунья, видище, яғни қалыпты адамнан көбірек көре алатын адам болды. Соларды мойындамай, сол кезде діндер енді өкінішке орай жауып тастап тұрды. Соның да әсері болар. Неше ғасырлар бойы адам осы қамауда келгендіктен, осы кейбір жандар тіпті қазіргі өмірде осы бостандыққа келу үшін, бір жаңалық енгізу үшін дүниеге келіп жатыр. Ал жақсы, ал психологтар бұлай дейді. Регрессология жалпы транс күйіне түсіру деген ол психологияның бір бөлімі ғана дейді. Демек, регрессология психологияның бір бөлімі, әлде бөлек ілім ба? Нақты ғылым ретінде регрессология деген жоқ, ол ілім деп айтамыз. Егер психологияның бір бөлімі десек, оны кейбір психологтар мойындамайды, кейбір психологтар өздері де оқып жүр. Ілімі деп санау үшін жалпы психологтар қоғамы соны мойындау керек. Мойындаған кезде бұл психологияның ілімі деп айтылады. Бірақ өздері мойындамағандықтан ол тек қана өздерінің сондай ойы, тұжырымы. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, дұрыс емес каналдардан қате ақпарат алу мүмкіншілігі бар дейсіз. Ол каналдарға не болмаса, ол ақпараттарды алатын каналдарға, порталдарға адам қалай кетіп қалады? Адамнан басқа тіршілік иелері бар. Энергетикалық паразиттер деген бар. Енді дінде де айтады, жын шайтан дейді. Ол сол энергетикалық паразиттердің бір қарапайым түрі, бір түрі ғана. Басқа түрлері бар. Өзге планеталық цивилизациялар, солардың мүшелері адам энергиясымен пайдаланады, қоректенеді десек болады. Сол себептен олар адамдарға қосылып алады, оңай. Сөйтіп канал ашылып жатқан рухани даму деңгейінен жоғарылап келе жатқан адамдарды байқап, ол әлсіз болса, моральдық тұрғыда немесе басқа тұрғыда әлсіз болса, сол адамдарға жабысып алып, бекіп алып, оның каналдарын өзгерту мүмкін. Сөйтіп бұрмаланған ақпарат беру арқылы адамды сәл жолынан тайдыртуы мүмкін. Ал сіздер ол каналдарды өзгерте аласыздар ма? Дұрыс каналға бару үшін? Ол тазартуға байланысты. Мен курсымда соған негізделген, сондай әсер етуші күштерді қалай анықтау керек, олардан қалай құтылу керек, сөйтіп қалай тазаруға болады. Жақсы, адамдардың проблемасын регрессия транс күйіне түсіріп анықтайсыздар. Өзіңіздің проблемаңызды қалай анықтайсыз? Мен өзім проблемамның көбісін осы регрессия оқу кезінде шештім. Кейін әрине біздің топтастарымыз қалды, группаластарымыз қалды. Сол арқылы бір-бірімізбен байланысып, бір-бірімізге сеанс өткізіп, көмектесіп жүрдік. Өткен өмірде кім болған екенсіз? Өткен өмірлерім өте көп болды. Қарапайым шаруа болдым, егін егетін, патша да болдым, аристократ та болдым, дәрігер де болдым. Қай ғасырда өмір сүргеніңіздің барлығын білесіз ба сол кезде? Ақпарат келеді,
білуге болады. Жақсы, ал жаңағыдай қате ақпарат беретіндер тартып алып кетуі мүмкін ба ондай кезде? Және олардың миссиясы не қате ақпарат беруде? Айтып тұрмын ғой, қате ақпарат беру, олар жалпы адамның энергетикасымен пайдаланады, қорек етеді, өздері энергетика бөле алмайды, ал адам жаны сондай бір батарейка сияқты энергия қоры. Сөйтіп сол энергияны пайдалану үшін олар адамдарға қосылады да неше түрлі бір теріс эмоциялар береді, жағымсыз ауыр эмоциялар, ашу, ыза, кек, реніш деген сияқты. Сол энергия бөлген кезде оларға міне нағыз қорек энергия осы. Бір жағынан олар осы нелерді энергияны пайдалану арқылы қосылады, екінші жағынан адамның ақпаратын бұрмалайды. Не үшін бұрмалайды? Адамның санасы ашылып кетпесін деп. Жақсы. Ал енді осы регрессология ілімінің пікірі бойынша, сол жерде жүрген, басы-қасында жүрген адамдардың пікірі бойынша, біз қазір өмір сүріп жатқан әлем не үшін пайда болған сонда? Жалпы жандардың өздерін тәрбиелей алу үшін ба, әлде не үшін? Адам жан тәжірибеден өту үшін. Өйткені жан тек жерге келмейді, басқа планеталарға да келеді, ал жер планетасы жанның тәжірибеден өтуге арналған сондай бір қолайлы планета. Өйткені бізде эмоциялар өте көп, әдемі жерлер өте көп, түске қанық десек болады. Және әртүрлі қарым-қатынас бар адамдармен, теріс эмоциялар, жағымды эмоциялар барлығы спектр өте кең. Сол себептен көп жандар тәжірибеден тез өту үшін жерді таңдайды. Жақсы. Мәселен, барлық дінді алатын болсақ, бүкіл дінде определенный определение бар да, ғалам, планета қалай пайда болды, оны кім жаратты, қалай жаратты деген сияқты. Ал регрессологияда осы әлемдер, планеталар қалай жаралды? Ол жанның өмір сүруіне арналған кеңістік болса. Бұл жалпы өркениет, жер өркениеті, басқа өркениеттер қалай жаратылғанын оған әлі терең зерттеген жоқпын. Өйткені менің мақсатым қазіргі өмір сүріп жатқан адамдардың проблемасын шешу, қорқыныштарынан құтылу деген сияқты, яғни бір өзін жараланған жандарды емдеу. Жақсы, сіз зерттеген жоқсыз, бірақ регрессология ілімінде ол бар ма, нақты бір анықтамасы? Регрессияда жалпы регрессологтар өзінің бағытын алады осылай. Кейбіреулер өйстіп тікелей адамдармен жұмыс жасаса, кейбіреулер ченнелингке кетеді, сөйтіп тылсым дүние арқылы байланысу мүмкін, ақпарат алу мүмкін. Кейбіреулер осы ғаламшарлар туралы зерттей бастайды. Бағыты әртүрлі. Бағыты әртүрлі. Яғни ғаламшар туралы зерттеуден біз жауап ала аламыз, осы менің сұрағыма? Иә. Жақсы. Енді жаңағыда дін мен регрессологияның байланысы, ара жігі туралы әңгіме айтып жатырмыз ғой. Тозақ және жұмақ деген ұғым бар да. Регрессология бұған не дейді? Тозақ деген бұл... Сіздерде қателеспесем, жаман кеңістік, жақсы кеңістік деген сияқты бір кеңістіктерге бөлінеді. Жаман, жақсы деп айтпаймын. Мына жан әлемі бар ғой. Адам денесінен жан шыққаннан кейін өз әлеміне орналасады, сол жерге қайтып келеді. Міне жан әлемі жұмақ дегеніміз осы. Жұмақ деп атап кеткен, енді дін де атап кеткен, ал жалпы жан әлеміне келген кезде, соны сезінген кезде мүлдем басқаша сезім болады адамда. Сондай жұп-жұмсақ, мейірімділік, махаббат сезімі өте жоғары болады. Міне көп адамдар осыны жұмақ дейді. Жанның оралатын жері осы. Бірақ тозақ деп тұрғаны мына жын шайтандар деп айтады дінде, энергетикалық паразиттер адам жаны денеден шыққан кезде ұстап алады, қармағына іліп алады. Не себептен іліп алады? Адам осы өмірінде негативке толы болса ойы, жауыз істермен айналысқан болса, біреуге қастандық, қасірет жасаған болса, денеден шыққан кезде сол эмоциялар басым болады жанында. Сол кезде осы энергетикалық паразиттер оларды арбап суалап алып, кінәлау арқылы өз кеңістігіне алып кетеді. Оны тозақ деп айтады. Жақсы, түсінікті. Енді ағамнан қарайық. Сіз өткен өмірге апару арқылы мәселелерін шешеміз дедіңіз. Жақсы. Енді мынандай бір ситуация ойлап табайықшы. Мәселен, мен өткен өмірде сіздің жаңағы регрессия бойынша мен шаруа болып өмір сүргем. Сол кезде белгілі бір мәселелер, проблемалар туындаған. Қазіргі дәуірде менің проблемаларының дұрыс реттеуге оның қаншалықты қатысы бар? Біріншіден, ең көретін мақсатымыз не үшін өткен өмірге барамыз? Сол өмірде жан қандай тәжірибеден өтті? Сол тәжірибеден толық өтті ме, өткен жоқ па? Қандай сабақ алды, қандай сабақ алынбады? Соны анықтау және осы өмірмен бірге салыстыру. Қазіргі кездесіп жатқан проблемалар сол өмірдің жалғасы ма? Сол өмірге параллель келтіру арқылы екі өмірді. Яғни біз тек қана информация, демек адамдар тек қана информация алады одан каналдардан, дұрыс па? Жоқ, жалғыз информация алмайды. Бұл кезде терапевтік әдістер қолданады. Не істеу керек, сол блоктарды денеден қалай босату керек, сол сияқты.
Ал қазіргі өмірде де жақсы адам болу, не болмаса жақсы бір дүниеге жету, не болмаса проблемаларды шешу үшін түрлі бағыттар, түрлі форматтар көрсетіледі да. Демек, сіздердің регрессологияда адамның проблемасын толық шеше алмай қалуы мүмкін, дұрыс қой? Негізі регрессия, адам өзі әрекет жасамайтын болса. Негізі регрессия дұрыс жүргізілетін болса, мамамен жүргізілетін болса, көптеген проблемасын шешуге болады, сұрағын табуға болады және өмірін өзгертуге болады. Ал егер адам өзі рухани дамуға дайын болмаса, немесе жауапкершілікті басқа біреуге ысыруға әдеттенген болса, әрине ол регрессологиядан сондай үміт күтеді де нәтижеге жете алмайды. Жақсы. Ал бірақ енді осы екеуміздің сұхбатымыз барысында біраз дүниелер айтып жатыр, түрлі кеңістіктер, порталдар, басқалар. Зерттеуге қатты құлшынбайтын адамдарды осындай әңгімелер адасушылыққа алып кетеді деп ойлаймайсыз ба? Ондай адамдар бұл ақпаратты көп естімеу мүмкін, немесе құлақ аспай өтіп кетуі мүмкін бұдан кейін. Ал рухани даму жолына бір түсуге бір түрткі болатын жағдай болса, міне осындай ақпаратты есту арқылы адам өзі ізденеді. Әдебиеттерді оқу керек деп айтам, басқа мамандарды тыңдау керек, сөйтіп бір жан қалауын сезінеді. Жаны бір сыбырлап айтып тұрғандай. Сол жанның сыбырлауымен жүретін болса, бұл өзі осы өмірге қандай тәжірибе алу үшін келгенін түсінеді, өз миссиясын табады. Жақсы, сіз өзіңіздің сөзіңіз барысында айтып кеттіңіз, дін мен регрессология мүлдем бір-бірімен үйлеспейді дедіңіз. Бірақ сіздің діни нанымыңыз, сеніміңіз бар? Жалпы мен дін демесмін толық, ораза ұстап көрген жоқпын деп айтсам болады, намаз оқымаймын, мен қалай айтсам, әлемді, ғаламды, жалпы адамзатты Алла тағала жаратты дегенге қалай қарайсыз? Оны зерттеу керек. Жалпы енді діндегілер Алла дейді, басқа діндегілер басқаша айтады. Бірақ регрессологияда міне мына кісі жаратты деген дүние жоқ қой, мынандай бір жаратылыс жаратты деген дүние жоқ қой. Ондай мамандар бар, оны зерттейтін, солардан сұрауға болады, олардың нақты жауабы бар. Абсолют деген, творец дейді, жаратушы дейді, сондай нақты өздерінің бір белгілері бар. Енді қараңыз, жақсы, сіз өзінің бағыты бар адамдар, ол регрессологияның түрлі бағыты бар деп жатырсыз. Біраз бағытын қазір өзіңіз мойындап тұрсыз, зерттеген жоқпын деп жатырсыз. Бірақ адамдарға тренинг өткізесіз. Демек, ол адамдарда толық білімді болып шықпай жатыр деген сөз. Мен зерттеген бағытым бойынша тренинг өткіземін. Ал келген адамға түсіндіресіз ба, сіз мынандай бағыттар бар, оларды оқысаңдар болады деген сияқты? Әрине, ол қандай сұрақ туындайды, соларға жауап береміз сабақ кезінде. Жақсы, түсінікті. Енді қараңыз, тағы да толтырып өтейін, зерттеген жоқсыз деген мәселе, бұл жаңадан келген ілім. Өзіңіз түсіндірсіз, айтып өттім, 2020 жылы оқыдым, оны қорытып бойға сіңіру біршама уақыт кетеді. Және сол сіңірген білімді жеткізуге тағы да бір талдау керек. 5-10 жыл өтсін, білім тереңделеді, сол кезде нақты түсініктер пайда болады қоғамда. Яғни бірнеше жылдан кейін сізге осы сұрақтарды қойсам, толықтай жауап бере аласыз. Егер мен соны зерттесем. Жақсы. Енді тағы да бір сұрақ, жалпы сізге кім бағыт берді? Ресейде осындай, жалпы батыста болсын, 1890 жылы регрессология деген ілім пайда болғандығы туралы кім айтты сізге? Маған ешкім айтқан жоқ, өзім бір ішкі сезім пайда болды. Өткен өмірлер деген ұғым пайда болды. Оның алдында әрине мен көптеген тренингтерден өттім, өздігімнен жұмыс жасадым, кітаптар оқыдым, ресейден басқа тренингтер өттім, аура көру, энергетикамен жұмыс ретінде, адамның энергетикалық денелер жөнінде. Содан кейін бір ішімде бір түсінік, бір сөз келе бастады, өткен өмір деген. Оны ешқайдан көрген жоқпын, жарнама болған жоқ, таныстарым ондай білмейді. Сөйтіп өзім іздене келе, адамдардан сұрастыра келе, сол Ресей тренерлерінен сондай бар деді. Одан сайын қызығушылық пайда болып, интернеттен қараған кезде регрессия в прошлой жизни деген толып тұр екен. Соны қарап, өзім бір марафоннан қатысып, өткен өмірлерімді көргеннен кейін бірден оқуға шешім қабылдадым. Демек, сіз транс күйге түспей жатып, ішіңізде бір каналдар арқылы біреулер әсер еткен болып тұр ғой осы мәселеге? Жан қалау десем болады, жан сыбыры. Жақсы. Енді қараңыз, өзіңіз айттыңыз, 2 ай бойы тренингтен өткізесіз, сертификат бересіз. Сертификат алған адам міндетті түрде бірден регрессологпын деп өзін айта ала ма? Және бұған фильтр керек деп ойламайсыз ба? Екінің бірі қазір мына жерде отырған барлық операторлар барлығы сіздің курсыңызға жазылып, барлығымыз 5 адам бәріміз регрессолог болып кетсек. Менің оқуымда фильтр бар, міндетті түрде балдық жүйе бар, бал қойылады, тапсырманы қалай орындады ма, орындаған жоқ па. Егер тапсырманы орындаса, кураторлар бар, бақылап тексеріп тұрады. Орындай алмаса шығарып жібересіздер ме? Орындай алмаса сертификат бермейміз. Бермейсіздер. Ал ақшасы қайда кетеді? Адам түсіну керек, басында ескертеміз. Бірінші модуль, міне сіздер көресіздер,
транскүйіне енесіздер. Егер енбесеңіздер, түсінбесеңіздер, бұл сіздің ішкі ұстанымыңызға қайшы болса, ештеңе ашылмаса, онда сізге шығып кетуге мүмкіндік бар, ақшасын қайтарамыз. Ал әрмен қарай жүрсеңіз, онда ақшасы қайтарылмайды, жауапкершілік өзіңізде деп ескертеміз барлығын, міндетті түрде. Мәселен, кейбір жаңағы медицинадан қарайтын болсақ, бір адамға мынандай дәріні қолдануға болады, бір адамға қолдануға болмайды деген сияқты дүниелер бар да. Регрессологияда бар ма? Транскүйіне түсіруге болмайтын адамды дейді. Егер психикалық аурулар болса, транскүйіне түсіруге болмайды. Жүктілік кезінде, соңғы мерзімде, немесе басқа аурулар өршіп тұрған кезде, жедел аурулар дейміз ғой, сондай сәтте регрессияны өткізуге болмайды. Олар өткен өмірмен қалай байланыс орната алады онда? Кімдер? Сол ауыратын адамдар. Енді психикалық ауыратын адамдар олай көбіне ізденбейді. Мен проблемам қайда, өйткені олар өздерімен арпалып жатады. Неше түрлі ойлар, көптеген навязчивый мысли дейді, немесе дыбыстар есту арқылы бұндай ойланатын олардың мұршасы жоқ. Оны емдейді дәрігерлер. Оны емдейді. Ал жаңағы транскүйге түсіру қанша уақыт аралығында, курс болғанда емделу курсы қанша уақытқа созылады? Мәселен, мен сізге өзімнің мәселемді айтып бердім. Транскүйге мені қанша рет түсіресіз, және мәселем қанша уақытта шешуге мүмкін анықтай аламыз біз мәселемді? Ол сіздің проблемаңыздың ауырлығына байланысты. Мысалы, қорқыныш бар болса, біреу айтады, менде жүзуден қорқыныш, қараңғыдан қорқыныш деп келеді. Транскүйіне енгізіп, қорқыныштан бір қорқыныштан 10 минутта құтылуға болады. Шамамен 10 күнде қанша адам жүгінеді сізге, көмегіңізге? Қазір мен назарым көбіне оқуда. Осының алдында оқуға дейін регрессия сеанстарын жүргізіп жүргенде күніне 3 сеанс өткізіп жүрдім. Сіз регрессология мен дін мүлдем үйлеспейді дейсіз, бірақ дін өкілдері бұның сандырақ екендігін айтады. Бұған қалай жауап бересіз? Бұны зерттеу керек қой. Онда қарсы сұрақ, дін өкілдері бұны зерттеді ме? Оқыды ма? Әлде осы күйде зерттеп барғаннан кейін айтып жатқан шығар? Әлде осы күйде қалай берген тиімді ме? Сондай сұрақ. Жақсы. Енді ең соңғы сұрақ, регрессологияның болашағын қалай елестетесіз? Регрессологияның болашағы бар, енді келіп жатыр. Адамдар бірте регрессологқа келу арқылы, мәселесін шешу арқылы, ол бір-біріне айтады, өйткені сарафанный радио деген бар, мәселесін шешкен адам барлық таныстарын айта бастайды. Сөйтіп, қазір аудитория кеңейіп жатыр. 2100 жылы регрессология психологиямен сәйкес тепе-тең күйінде болады деп айта аламын. Яғни бұл тек ғылым не болмаса ілім күйінде қалады? Психология ретінде, ғылым ретінде қалыптасуға мүмкіндігі бар. Адамдардың бәрі сол өткен өмірін біле ала ма ол кезде? Біле алады. Жақсы, рахмет. Жалпы регрессология туралы танымды, түсінікті ақпарат барынша беруге тырысқаныңыз үшін рахмет. Көптен көп істеріңізге сәттілік. Рахмет сізге де. Әркімнің өз шындығы бар. Ол шындық ақиқат болмауы мүмкін. Дегенмен адамның таңдауын жазғыруға ешқандай құқығымыз жоқ. Тек бағыт беріп, турасы қайсысы, жалғаны қайсысы? Осы сауалдарға жауап іздеу ғана. Келесі кездескенше.